сұрақ келіп жатқан жігіттерден мынау не үшін, мынау не нәрсе деген нәрсені сіздерге айтып беретін болам. Ёп твою мать, сынды. Қой көрмеген қуалап өлтіреді, бала көрмеген уқалап өлтіреді деп, оны ана салып мотоцикл екен деп қалай болса солай десең ештеңке жарамайды да. Көтін емчегін ашатын қыздарға қоялар, лайк басып, үндемей сөйлеп отырады. Еңбек бағалау керек. Бір сұхбат айтып берші. Ой, не сұхбат? Немеге майса деймін, мынауың дұрыс емес пе? Ұйықтамай шыққан ба бірден қалай? Ассалаумағалейкум жігіттер. Қалдарыңыз қалай? Біздің Bamix YouTube арнасына тіркеліп, қолдау көрсетіп жазып отырыңыздар. Қазіргі көп сұрақ келіп жатқан жігіттерден мынау не үшін, мынау не нәрсе деген нәрсені сіздерге айтып беретін болам. Бір кешеден бері бір 5 сұрақ келіпті жігіттерден. Бұл мен қазір орнатып жатқан обратный клапан деп айтады. Обратный клапанның бұның жұмыс істеу мағынасы не, қандай нәрсе екенін сіздерге айтып беретін болам. Бұда обратный клапан деген мына жерде 2 волттың тесігі тұрады. Тесігі бар. Ода бұл бекітіледі. Өз прокладкасымен 2 волтымен былайынан. Бұл не үшін обратный клапан деген? Евро 4 стандартқа сай дүние болу үшін, жаңағы таза ауаны ластамау үшін. Бұдан шыққан угарный газды алады да, бұл шлангымен, мына жақта шлангысы бар не. Жіңішке шлангымен келеді де, мына карбюраторға келеді, угарный газ ретінде, бензин ретінде жанып кетеді. Екіншісі, таза ауа соратын шлангысы бар, мына жақта фильтрға келеді. Фильтрға жалғанатын шлангысы. Үшінші, моторда қызыйды коробка. Коробкадағы майдың угарный газы шығып, тоже міне шлангымен кіреді, фильтрға кіреді. Фильтрға бұл шланг жалғанады, мына жерден. Бұл жалғанады да, тоже угарный газды, бұл карбюратор ауа сорады, газ бергенде ауа сорғанда, мына ішінде угарный газ мынаған кетеді, жанып кетеді сөйтіп. Ал бұл мәселе түсінетін жігіттерге сол кеше сұраған кісілерге осындай. Одан кейінгі мәселе, мотоциклім жаңағы жүріп келе жатып тартпайды, от алдырсам орында от алып тұрады, кішкене жүрсем дірілдейді деп. Ол дірілдеу себебі, мотоциклдің дірілдеу себебі. Мына свечный катушка деген болады. Свечный катушкада мынандай 2 кабелі бар. Біреуі фишкімен, біреуі мынау. Осыны көбіне осыны байқау білу керек та, бұл қатты кіру керек. Бұл ашып жауып жөндеп ремонттап салғаның бұның басы кеңіп кетеді мына жері. Кеңіп кеткеннен кейін мына ішіндегісі. Мынау кеңіп кеткеннен кейін искра бірде болады, бірде болмайды. Оған кішкене қысу керек та, қайтып алып салған ауыстырған кезде. Қысып, қайтып орнына салу керек. Орнына салған кезде одан кейін қатты жүрсең де, ақын жүрсең де ол дірілдемейтін болады. YouTube'да бүгін біз жүргізу себебіміз Ерназар мен Естай бір жұмыстары шығып, бір жерге кешік келеміз дегеннен кейін біз осы бізден жүргізе беріңіздерші деп соңын жарайды біз жүргізіп бүгін Естай мен Ерназардың жоқтығын білдіртпейік деп сіздерге YouTube'да жүргізіп жатқан себебіміз сол. Болттарды шешіп, мына ішінде фильтр болады. Осы фильтр тазалап отырсаңыздар, осыны, мынаны тазалап отырасыздар. Қағып, мына кішкене май болады не. Қолыңызды битсеңіз, шаңды ұстау үшін май болады. Әр фильтрде бәрінде болады. Ёп твою мать, сынды. Осылай, осын тазалап отырасыздар. Мынаның ішіне қылғыбыр, чөп, мөп, жаңағы не болады, оны тазалап қағып, қайтып сала саласыздар. Осы мотоциклдің күтімі сол. Одан кейін жаңағы майды уақытында ауыстырсаңыздар, бірінші ауыстырған кезде алып кеткен шығару үшін 300 километрде. Екінші рет ауыстырасыз, 700-де ауыстырасыз.
сол жаңағы 300-ден ары қарай 700 болып саналады. 300, 400, 500, 600, 700 сол кезде ауыстырасыз. Үшіншіде 1200-ді ауыстырасыз. Майда 1200-ді ауыстырып, төртіншісінде 1000 сайын, 1800 сайын ауыстырып отырсаңыз, сол майдың да түрлері бар енді. Ана май сыртында жазуы бар, тура сондай болады май. Тура сол майды алдым, мына майды алдым деп фотоға, видеоға түсіріп жатады, бірақ майдың сапасына қарау керек. Майдың ішінде синтетикасы сапалы, қою. Кейбір майлар бар ғой қазір енді, сәләрік сияқты ұстасаң, жай қолмен ұстасаң ағып тұрады су сияқты, ондай май жарамайды жігіттер. Ол сізге керек дүние болғаннан жақсы май құйыңыз. Жақсы майлар 4,5 мың, 5,5 мың, 5 мың сондай тұрады. Жаңа 2000 теңгелік, 2,5 теңгелік май жарамайды. Баймиқстың оқырмандарына айтам, қорықпаңыздар. Бізде мотоцикл алсаңыздар, біз өзіміз жауап береміз әр мотоциклге. Жаңағындай моторға гарантия береміз 1 жылға. Мотор кететін болса, біз өзіміз жасап береміз. Жасалатын болса, жаңағындай жасалмайтын болса, ол жасалмайтын дүние жоқ қой, адам қолынан шыққан нәрсе адам жасайды оны. Бүкіл запчасы бар, қорықпаңыздар. Енді ең қиын оның коленбал ұстатып тастау мүмкін мен, коленбал. Ол жағында жасап береміз. Капремонт, ремонт полный жасап береміз. Сондықтан да алаңдамаңыздар, қорықпаңыздар. Жаңағы үйде отырған кухня боксерлар дейді ғой, мен де бүйте салам, сөйте салам дейтін жігіттерге қолдарыңнан келсе келіңдер, үйретеміз, көрсетеміз қалай істейтін бәрін. Оларға жаңағы лайк басатын жігіттер, қыздар, көтін емчегін ашатын қыздарға қойлар, лайк басып, үндемей сөйлеп отыратын. Еңбек бағалау керек. Істеген істі көру керек. Таза еңбек бұл. 1,5 сағат бойы отырасың екі аяқпен. Осы жерде. Кейбір жігіттер бар. Мен бүйте салам, мен сөйте салам дейтін жігіттер. Ол жігіттерге айтарым, үйренем десеңдер, келіңдер, үйретеміз. Біреулер индура жақсы көреді, біреу простой жақсы көреді. Негізі мал шаруашылығына простой мотоциклдер жақсы. Мынау мен құрап жатқан мына мотоцикл ғой міне. Бұда жаңағы боковойында 2 багажы бар, артында багажы бар, алдында багажы бар. Қол жетімдігі бір үйге керек нәрсеңді апарасың, әкелесің. Ал индура деген жаңағы сен жаңағы мылтық тасып ап, жылқыңды бағып, таудан тауға жүріп, индура сонда жеріне. Өте жақсы мотоцикл. Қашсаң жеткізбейсің индурамен. Қуысаң ұстап аласың ғой. Мен бұл салада жүргеніме 5 жыл, 6 жылға кетіп барады биыл. Бір мотоциклді 3 сағатта құрайтын мен басында білмейтін кезінде. 3 сағат құрап. Күніне 2 мотоцикл шығаратын ғой, әбеттесін біреу. Әбеттеген біреу шығаратын. Сондай замандар болған. Шыдам керек, шыдау керек. Шыдасаң, ерінбеу керек қой. Ерінбей, біріңді бірің қолдап, көрсетіп, көмек сұраған жігіттерге көмек айтып. Оған енді әрі ертеректеу шығар енді. Енді талай жігіттерге, Шымкент жақтың, Ақтау, Атырау жақтың жігіттері видеозвонокпен шығады. Мотоциклін битіп тұр, оталмай тұр, өшіп қалды, далада өшіп қалды, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды. Кеше ұлым айда кетіп еді. Осындайғы әке қойыпты, не істесем болады деген. Енді ол жігіттерді көріп жатса, танитын жігіттер бар ғой енді. Мойындайды ол жігіттер. Видеозвонокқа шығыңыздар телефонмен. Телефоным мен ақ жөндеп береміз мотоциклдеріңізді. Оған оталдырып бергеніңін сұрайым ғой мен. Олар айтады менен, қанша теңге аласыз деп. Өзіңіз білесіз деймін.
Соң біттеден Каспийің чырылдап тұрады, дың деп. Сізге ақша түсті деп. Қалжыңдай ме? Ол ана. Өзі біледі, кейбіреулер айтады, бауырым осындай бір 2000 теңгені беріп жүрейін, бүйтіп жіберші, сөйтіп жіберші деп. Енді сложный жағдайлар болады. Мен кейбір кісілер айтады, бастан аяқ ашып құрап берші. Айтып отыр. Сен айтып отыр, мен құрап отырам дейді. Ол деген екеуміздің арамызда көп әңгіме болып кетеді, өйткені ол ше. Мотор ашып жабу, оған айтып беру деген нәрсе көп қой. Өткенде бір жігіт болмағаннан кейін жағдайым жоқ, салып беріп алып кет нететін. Мен алыста тұрам, оған пойызға салуым керек, пойыздан күтіп алуым керек, қалаға бару керек деген. Мен айттым оған, кешке жақын звонда жаңағы мотор құрайтын жерің жарық болсын. Свет бәрі маған көрініп тұратын болсын. Моторын жаңа сотымен құрап бердім. Құрап бергенде мен айтып отырдым, ол Қуаныш деген жігіт құрады өзі. Моторы құралып шықты, оталдырды, оталып тұр. Анда-санда сәлемін жазып отырады. Жұма сайын жұмаң қабыл болсын, брат деп сөйтіп отырады ол жігітке. Рахмет енді. Қызықты оқиға болған. Мен мотоциклді бір жігіт сатады бізден. Сөйтеді, мен номерімді береді. Ана мотоцикл оталмай тұр деп. Соң ол кісі оталдырады. Осы мына ненің бойында тұрады, мал бағатын кісі екен. Ол кісі де көрсе өзі де күлетін шығар қазір. Ақши ма мына? Карагандинский трассаның бойында тұрамыз деді. Мал бағам деді. Тұлып пен жаттып, бір күн мотоцикл далада қалқап ұзақ кетіп, қойды қайырамай, сол жерде жатып қалдым. 600 бас қойым бар, оны қай жерін қалай қайырам деп сөйтіп ұрысып, айғайлап келді. Содан кейін келдік мотоциклдің машина үстінен, газелдің үстінен түсірмей ақ кілтті қосып, мынаны баспаған ғой кісі. Кілтті қосып, мынаны басып оталдырса мотоцикл оталып тұр. Бұл қалай дейді, аға сіз мынаны бастыңыз ба деймін ғой, басқан жоқпын дейді ғой. Сонда ош үшін бір күн далада жатқан ғой. Мына кнопка үшін. Сондай қызық болған. Содан кейін септі тура екі жағын тең қып тарту керек. Септі тартпайды, септі звечканы жепсайды, сеп дұрыс тартпасаңдар. Септі тең қып тартып, екі жағын бірдей қып тартсаңдар. Содан кейін мына сеп мәселе тағы ұмыт кетіп қана кеше кісі. Септі сәледермен майладым дейді, сәледермен майлауға болмайды септі. Бұның өзінің шашатын нәрсесі бар. Ұзын. Өз біреуін алсаң саған бір жылға жетеді сол шашатын нәрсесі. Сепке құм жабыспайды, өзі майланып тұрады. Ал сен сәледермен, маймен майлайсың, бұл мынаның ортасына құм, тас толып алады. Ол айланған сайын жаңа қайрақ бар ғой, пышақ қайратын, тура сондай нәрсе болады. Алдыңғы звечканы жейді, артқы звечканы жейді, екеуін де жеп тастайды. Содан желінеді. Майламау керек. Өз жаңа шашатын прискасы болады кішкентай. Осы пена сияқтынандай. Соны шашып, соны майлап отырсаңыздар, көп жетеді. Күтім керек. Майды дұрыстап, жаңа фильтрін дұрыстап тазалап, сөйтіп отырсаңыздар, бұл мотоцикл көпке жетеді, шыдайды. Қой көрмеген қуалап өлтіреді, бала көрмеген уқалап өлтіреді деп, оны ала салып мотоцикл екен деп, қалай болса солай едесің, ештеңке жарамайды да, шыдамайды. Уағалейкум ассалам. Братан, не, күріштердің астын істеу керек. Шпек сынып қалды ма? Сынып қалғанда не болды? Жетіп шешенген ма, біреу сынып қалған. Сынып қалған ғой, шпек. Алып кел жасап береміз. Қазір, асығыссың ба сен? Асығыссың ба? Жоқ. Асығыс болмасаң кішкене күте тұр мен міне бір 15-20 минуттан мына мотоцикл бітеді. Содан жасап бересің екен. Мынам просто бір кісінің заказ еді. Ағалейкум ассалам, айтуған бауырым. Бір сұхбат айтып берші кел. Ой, не сұхбат? Немеге майса деймін, мынауың дұрыс емес қой. Ұйықтамай шыққан ба бірден кім? Қандай мафетін? М8. М8. Болды, алып кел. Ненесін, шпилкілерін алдың ба? Ха?
Мен оны саған қай берле. Сізде бар ма десем? Жоқ, бізде магазин бар, Магнум қаншатыр бірдеңке деген. 25 теңге. Магнум бар ғой мына жердегі? Міне Магнум. Рысқұлов момышұлдағы Магнум бар ғой, бұрыштағы. Жай уақыт Мафетін жүріп тұрса, мафетін көресің. Жаяу жүресің қашан. Жаяу барсаң да болады, бит тура бар, күн жылы ма? Ар жақ шетіне. О, Естай бауырым келді менің бауырым. Старханаға ренжіңіз қалай болды? Ренжісім. Басылған жоқ па әлі? Бүкіл елге айтайын. Не жүріп жатыр, қараш бері. Халыққа көрсетейін десем, кеше мынаны Естай шағып саған. Скотчтап әкеп берді. Ренжіп жатсың ба деп қойды. Қалай ренжімейсің, Сынған ба, или бүтін ба? Бүтін, бірақ ренжі шегінген ба, сонда түсіп қала береді. Екі рет салқын береді. Ішіне рейс сау керек қойын кішіне. 2000 теңге болады. Пойдет па? Сосын мынада екі бар, екі тоқ болады. Постоянка переменка деген болады бұда. Мына қызылдың астына мынаны жалғап тастасаң, көпке бармайды бұл. Өшік переменкіге үйренбейді постоянка переменка дегенді қалай үйретсем болады, айтсам болады. Біреуінде үнемі тоқ болады, кілт қосқан кезде. Біреуінде тоқ болмайды, жаңа массадан өзі тоқ алып тұратында. Үнемі тоқ тұрады, массадан тоқ алатында. Бұл корпуста тоқта болады. Мына жасылда үнемі тоқ болады, ол корпусқа жалғанып тұрған. Мына переменка дейді, оталдыратын уақытта жаңағы уақытша. Бассаң ғана тоқ береді, оталдырып қайтып өшетін. Постоянка переменка деген сода. Осы екеуін шатастырмай. Қызылымен қызылын, көгімен көгін ауыстырып салсаңыздар, мынау көпке шыдайды. Жақсы жігіттер, аман болыңыздар. Сұрақ, білмеген нәрселеріңізді жазып отырыңыздар, жауап береміз. Бамикс компаниясына YouTube каналына жазып тіркеліп отырыңыздар. Аман болыңыздар.